Сәлем достар, сіздермен бірге Cosplay. Бүгін біздің назарымызда iPhone 8 және iPhone 10 смартфондары. Дайынсыздар ма? Ал кеттік. 2017 жылы Apple компаниясына 10 жыл толды. Құттықтаймыз. Осы уақыт ішінде Apple бізге жыл сайын процессор, камера, дисплей және ең бастысы дизайн жағынан нағыз хит смартфондарды сыйлаған. Сол хит смартфондардың бірін 2017 жылы бәріміз күтіп едік. Бірақ туған күнге байланысты ма, әлде бізді таңғалдыру үшін бе білмедім. Әйтеуір 2017 жылдың күзінде екі бірдей жаңа смартфонның беташары өтті. iPhone 8 және iPhone 10. Дизайн жағына келетін болсақ, iPhone 8 смартфоны соңғы жылдары шыққан iPhone 7-ге қатты ұқсайды. Камерасы үлкендеу және алды-арты шыны болмаса, тіпті егізі десе де болады. Дизайнерлері терең ойланған сияқты. Алайда келбеті бірдей болғанымен iPhone 8 техникалық жаңартулармен ерекшеленеді. iPhone 8-дің 3 түрлі нұсқасы бар: Space Gray, Gold және Silver. 10-шы iPhone-ның дизайны шынымен жаңа. Арты да, алты да шыныдан жасалып, және қырлары металл полимермен қапталған. Тек TrueDepth'ке орын қалдырып, Home бастырмасын алып тастаған. Дизайнерлер 8-ші iPhone-ға аса назар аудармай, барынша 10-ға көңіл бөлген сияқты. Екі смартфонда максималды соққыға төзімді және судың астына 1 метр тереңдікке дейін батыруға болады. Шет жақтарынан аса өзгеріс көрмейміз, тек Power бастырмасы сәл үлкендеу. Микрофон және стерео жүйесі де баяғы орнында. iPhone X екі түсте ұсынылады: Space Gray қара және Silver ақ. iPhone 8-дің дисплей диагоналі 4:7, пиксельді рұқсаты 1334x750 болып өзгеріссіз қалды. Матрица типі Retina IPS және тығыздығы 1 дюймге 326 пиксельге тең. iPhone 10-ның дисплей диагоналі 5:8, Super Retina, пиксельді рұқсаты 2436-дан 1125 пиксель және тығыздығы 1 дюймге 458 пиксельге тең. HDR, Dolby Vision, 3D Touch. Екі смартфон процессорлары жаңартылған. Енді соңғы iPhone-дарда A11 Bionic процессор орнатылған. Ол өз кезегінде ескісінен 30%-ға жылдамырақ және 70%-ға энергетикалық тиімдірек жұмыс атқарады. Екеуі де 6 ядролы, 64 битті, iOS 11-де жұмыс атқарады. Сатылымға 64 гигабайт және 256 гигабайтта. Айырмашылық тек оперативті жадында. 8-ші iPhone-да 2 гигабайт, ал 10-ші iPhone-да 3 гигабайт. Камерасына келетін болсақ, өзгешеліктері көзге көрінерліктей. iPhone 8-дің негізгі камерасы 12 мегапиксель және 7 мегапиксельді алдыңғы камерасы орнатылған. Пиксельдері алдыңғы смартфоннан тереңірек болды. iPhone 10-ның негізгі камерасы 2 камерадан тұрады. Диафрагмалары 1:8 және 2:4 болатын қосарланған камера жалпылай 12 мегапиксель сапамен түсіреді. Алдыңғы камерасы 7 мегапиксель. Сонымен қатар 10-дағы басты жаңалықтардың бірі портрет режимінің енгізілуі болып табылады. Ол суретке түсіп жатқан адамды артқы фоннан бөлек алып түсіреді. Екі iPhone-да да сымсыз қуат алу функциясы бар. Осы видео басында TrueDepth'ке орын қалдырып кетіпті дедім. Сонымен TrueDepth ішінде Face ID сканері, фронталды камера, кіші гарнитура, жақындық датчигі және тағы да басқа құрылғылар кіріктірілген. Бірақ басты инновация ол Face ID. Face ID бет әлпетпен сәйкестендіру арқылы смартфонды құлпыдан шешу қосымшасы. Ол 30 мыңнан астам нүктелерді сканерлеп, 3D бет келбетін жасайды. Осы қосымшаға тағы бір қолданыс тауып, колокольчикті ұмытпадың ғой? Touch ID-дің қауіпсіздік жүйесі 50 мыңнан 1 болса, Face ID-ді 20 есе беріктеу, демек миллионнан 1 адам ғана аша алады. Өзіңнен басқа ешкімде құлпыдан шеше алмайды. Сонымен бүгін біз iPhone 8 және iPhone X смартфондарына шолу жасап, салыстырдық. Үйреншікті iPhone дизайн бағалаушылар жаңартылған процессорлы iPhone 8 пен, ал шынымен жаңа iPhone-ды күткендер iPhone 10 мен енді өзін қуанта алады. Ал сен қай iPhone-ды таңдайсың? Сіздермен бірге болған Cosplay. Біздің каналға қосылып, осы видео астына лайк басып, келесі рет кездескенше.